Сәлеметсіздер ме балалар? Сабақтың тақырыбы Айдын Айымбетов. Бүгінгі сабақта Айдын Айымбетов туралы білесің, жаңа сөздермен танысасың. Суретте кім бейнеленген? Сөздер мен сөз тіркесін пайдаланып әңгімелейік. Айдын Айымбетов қазақ ғарышкері, алтын медаль иегері, авиация училищесін бітірген, Талдықорғанда туған. Айдын Айымбетов ғарышқа 10 күнге ұшты. Ал енді мәтінді оқимыз. Бала кезден бергі арманым еді. Ғарышкер болу бала кезден бергі арманым. Мынандай бір оқиғаны айтып берейін. Бірде біз әкеміз екеуміз шөп шабуға бардық. Шөп үстінде жұлдыздарды тамашалап жаттық. Бір кезде жарқыраған бір нәрсе түнгі аспанды қақ жарып ұшып өтті. Маған оның не екені қызықты болды. Сөйтіп әкемнен сұрадым. Ол маған зымыран туралы айтып берді. Сол сәттен бастап менің жұлдыздарға, ғарышқа қызығушылығым оянды. Осылайша мен ғарыш әлеміне келдім. Сұрақтарға мәтіннен жауап тап. Айдын әкесімен қайда барады? Аспанды не қақ жарып ұшты? Әкесі Айдынға не туралы айтып бер деді. Ал енді жауаптарымызды тексерейік. Айдын әкесімен қайда барады? Айдын әкесімен шөп шабуға барады. Аспанды не қақ жарып ұшты? Түнгі аспанды жарқыраған бір нәрсе қақ жарып ұшты. Әкесі Айдынға не туралы айтып бер деді? Әкесі Айдынға зымыран туралы айтып берді.